сәлем, сіздермен бірге дұрыс көтерілісі және біздің кезекті шығарылымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде ерекше формат. Біз әлемге әйгілі Dior брендінің музасы болған манекеншісі Анна Ильчон, яғни қазақ қызы Анна Ильчон туралы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Кристиан Диор 1905 жылы 21 қаңтарда Францияның солтүстік батысында Ла-Манш жағалауындағы бұрынғы балық порты Гранвиль қаласында дүниеге келеді. 1911 жылы оның отбасы Парижге көшіп келеді. Диор ауқатты отбасында өскен. Әкесі химиялық тыңайтқыштар саудасымен айналысқан, ал анасы отбасының тұрмысын үйлестіріп отырған. Сондықтан 5 баланың бірі болғанына қарамастан, ол ештеңеден таршылық көрмейді. Кристиан алғашқы білімін үйде алады. Ата-анасының қалауымен ол дипломатиялық мансапқа дайындалып, еркін саяси ғылымдар мектебіне түседі. Алайда оның бұл салаға қызығушылығы ұзаққа созылмайды. Кристиан Диордың сәндегі мансабы 1930 жылдардың сонында басталды. Ол алғашында журналдарға киім мен қалпақ эскиздерін сату арқылы танылды. 1938 жылы ол дизайнер Роберт Пиге назарын аударып, оның сән үйінде жұмыс істей бастайды. Бұл оның кәсіби жолындағы алғашқы маңызды қадамы болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Диор Люсьен Лелон сән үйінде еңбек етіп тәжірибе жинақтайды. 1946 жылы ол өз сән үйін Диорда ашады. Ал 1947 жылы оның алғашқы коллекциясы үлкен резонанс тудырып, сән әлемінде жаңа бағыттың басталуына себеп болды. Осылайша, Диор қысқа уақыт ішінде әлемдік сән индустриясындағы ең ықпалды дизайнерлердің біріне айналды. Бұл әйел Қазақстанның жаңа тарихында жұмбақ әрі сенсациялық тұлғаға айналды. Жарты ғасырға жуық уақыт бойы қазақтар ұлы моделер Кристиан Диордың басты музасы өз отандасы болғанын білмеді. Тек кейінгі жылдары ғана баспасөз беттерінде қазақ текті француз моделі Алла Ильчон туралы мақалалар пайда бола бастады. Сонымен қатар, оның өмірі төңірегінде аңыздар мен түрлі мифтер де қалыптасты. Алла Ильчон 1926 жылғы 10 желтоқсанда Харбинде теміржол инженері Қуантхан Ильчон мен опера әншісі Тамара Михайлованың отбасында дүниеге келді. Ол орыс-қазақ аралас отбасынан шыққан. Анасы орыс, әкесі қазақ болған. Алланың әкесі Қуантхан Ильчон Верный қаласында, қазіргі Алматыда туған. Бұл қала сол кезеңде Түркістан өлкесінің құрамына кірген. Алланың анасы Петербург тумасы Тамара Михайлова көрнекті вокалдық қабілетімен ерекшеленіп, фортепианода ойнаған және қызының музыкалық тәрбиесіне ерте жастан көңіл бөлген. Аймақтағы саяси өзгерістер мен Манчжуриядағы тұрақсыздық отбасы тағдырына тікелей әсер етті. 1936 жылы Жапон интервенциясы кезеңінде отбасы Харбиннен Шанхайға қоныс аударды. Кейін Қуантхан Ильчон жұбайы мен қызын норвегиялық жолаушылар кемесіне отырғызып, Парижге жіберді. Алла Ильчонның қазақ тегі туралы мәліметтер оның өмірі мен мансабына арналған бірқатар зерттеулер мен биографиялық еңбектерге көрініс тапқан. Оның шығу тегі жөніндегі деректер сән тарихшыларының жарияланымдарында, биографиялық зерттеулерде және отбасы мүшелерінің куәліктерінде келтіріледі. Олардың қатарында Эммануэль Босктың мақаласы «L'Officiel» 2017, сән тарихшысы Александр Васильевтің материалдары, жазушы Жан-Ноэль Леонның кітабы 1996, сондай-ақ ұлы Марк де Дюльменің куәліктері бар. Францияға қоныс аударғаннан кейін Алла Ильчонның өмірі оңай болған жоқ. Анасы Тамара Михайлова Париждегі кабарелердің бірінде ән айтып күн көріп, жиі гастрольдік сапарларға шығып тұрған. Осы кезеңде Алла көбіне жалғыз қалып, балалық шағындағы құрбысы Элен және оның отбасымен көп уақыт өткізді. Бұл жылдар соғыс кезеңімен тұспа-тұс келді. Кейін Алла Париж мейрамханаларының бірінде ыдыс жуушы болып жұмыс істеді. Оның өміріндегі шешуші бетбұрыс 1947 жылы орын алып, кездейсоқ жағдайлармен байланысты болды. Алла Ильчон жас кутюрье Кристиан Диордың сән үйіндегі кастингке іріктеуге қатысу үшін емес, шақырту алған құрбысын қолдау мақсатында келген. Сән үйінің дәлізінде күтіп отырған сәтте ол Кристиан Диордың назарын аударды. Алла Ильчон Диор сән үйінің манекеншицалары арасында тез арада маңызды орынға ие болып, ұзақ жылдар бойы көрсетілімдердің негізгі тұлғаларының қатарында болды. 1940 жылдардың соңынан бастап, оның фотосуреттері Франциядағы және халықаралық сән басылымдарында тұрақты жарияланып отырды. Оның бейнесі Франция, Ұлыбритания, ақш, Бразилия, Жапония және Австралия журналдарында көрініс тапты.
Европалық мүсін мен азиялық бет пішіннің үйлесімі Dior сәнейінің айрықша визуалдық белгілерінің біріне айналды. Алла елшін қатысқан топтамалар елеулі коммерциялық табысқа жетті. Ол сән көрсетілімдерінде көрсеткен үлгілерді Марлен Дитрих секілді танымал актрисалар, сондай-ақ монархиялық әулеттер мен жоғары қоғам өкілдері, соның ішінде ханшайым Маргарет пен Элизабет Тейлор сатып алған. Кейінірек Алла елшін Еуропада көзге сызылатын айқын сызықтар сәнінің таралуымен байланыстырылып, мысық көздері стилінің қалыптасуына ықпал еткен тұлға ретінде аталды. Алла елшін Кристиан Диордың ең сүйікті әрі жоғары бағаланған модельдерінің бірі ретінде танылды. Берлин Иришевтің айтуынша, ол ұлы кутеренің музасы ғана емес, сонымен қатар New Look стилінің символы мен айрықша келбетіне айналды. Алла елшін подиумға бұрын еуропалық сәнде сирек кездескен айқын бет пішін, нәзік сымбат және келісті осанка үйлесімін алып келді. Оның подиумдағы бейнесін дене бітімінің ерекшеліктері толықтырды. Алла елшінің белі шамамен 47 сантиметрді құраған және модельдік мансабы барысында небәрі 2 сантиметрге жуық қана өзгерген. 1957 жылы Кристиан Диордың кенеттен қайтыс болуынан кейін Алла елшін модельдік мансабын жалғастырып, Ив Сен Лоранның туындыларын подиумда ұсынды. Ол шамамен тағы 10 жыл бойы подиумда өнер көрсетіп, кейін есейген шағында белсенді мансабын аяқтады және саналы түрде көпшілік назарынан әрі сұхбаттардан бас тартты. 1953 жылы Алла елшін поляк фотографы Майк де Дюльменге тұрмысқа шықты. Майк де Дюльмен граф дворяндық титулына ие болып, саяси және экономикалық ғылымдар докторы дәрежесін алған. Неке қиылғаннан кейін Алла елшін графиня титулын иеленді. Бұл некеде ұлы Марк де Дюльмен дүниеге келді. Ерлі зайыптылар 1961 жылы ажырасқан. 1980 жылы Алла елшін фотограф Игорь Мухинмен екінші рет некеге тұрды. Алла елшін туралы зерттеулер ұзақ уақыт бойы тек шетелдік баспасөз бен сән индустриясының ішкі деректерінде ғана кездесіп келді. Кең аудитория, әсіресе Қазақстан қоғамы, оның есімімен тек кейінгі жылдары ғана таныса бастады. Журналистер мен зерттеушілер оның өмір жолын қайта қарастыра келе, Алла елшінің тек француз сән әлемінің моделі ғана емес, қазақ текті тарихи тұлға екенін анықтай түсті. Бұл бағыттағы зерттеулердің кеңеюіне кейінгі жылдары қазақстандық зерттеушілер мен биографтардың еңбегі әсер етті. Соның нәтижесінде қазақ қоғамы үшін оның есімі біртіндеп ашыла бастады. Бұған дейін белгісіз болған көптеген деректер ғылыми айналымға еніп, оның өмір баянына жаңа көзқарас қалыптастырды. Сонымен қатар, Алла елшінің өзі де ұзақ уақыт бойы өз тамыры туралы ашық айтпағаны белгілі. Ол өмірінің көп бөлігінде өз болмысын, этникалық шығу тегін жария етпей келген. Тек кейінгі жылдары ғана, өмірінің соңғы кезеңінде, ол өзінің шыққан тегіне қатысты шындықты ашық айтуға шешім қабылдайды. Бұл оның жеке ішкі ізденісінің және өмірлік тәжірибесінің нәтижесі ретінде қарастырылады. Алла елшінің өмір жолы тек сән тарихы емес, әртүрлі мәдениеттер тоғысқан тағдыр. Ол әлемдік сән сахнасында өз орнын тауып, Dior үйінің маңызды тұлғасына айналды. Бірақ оның ең үлкен күші өз тамырын кейін болса да танып, соны мойындауға батылы жеткенінде. Бұл оқиға бір нәрсені көрсетеді. Қазақ қызы қай жерде жүрсе де, өз болмысын сақтап, өшітпестей деңгейде із қалдыра алады. Тағы да қандай әлемге әйгілі танымал қазақ қыздарын білесіз, пікірге бөлісе отырыңыздар. Осымен біздің шығарылым аяқталды. Егер біздің видео ұнаған болса, тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға алғыс білдіреміз.